Трассада жүргізушіге істеуге болмайтын 10 әрекет. Бірінші әрекет – телефонға үңілу. Сағатына 110 км жылдамдықпен сіз 1 секундта небәрі 30 метр жүресіз. 1 секундқа ғана телефонға алаңдап кетсеңіз, көлігіңіз жолдан шығып кетуі мүмкін. Екінші әрекет – алдыңғы көлікке тым жақын жүру. Жылдамдық жоғары болса, тежеу жолда ұзарады. Қауіпсіздік арақашықтықты үнемі сақтай отырыңыз. Үшінші әрекет – мұғалім болу. Біреуді әдейі қиып өту, сигнал беру сынды әрекеттерді ұмытыңыз. Егер біреу сізді әдейі қиып өтсе, мән бермей әрі қарай жүре беріңіз. Төртінші әрекет – сол жақ жолақпен жүру. Егер оң жақ жолақ бос болса, сол оң жақ жолақпен жүріңіз, ал сол жақ жолақ тек озуға арналған. Бесінші әрекет – себепсіз тежегішті қатты бірден басып жіберу. Жүк тиеген фура мұндай әзілдерді түсінбейді. Сол себептен егер алдыңызда камера болса, көлігіңізді ақырын, байыппен, жаймен тоқтатыңыз. Алтыншы әрекет – тұман шамын тұман емес кезде қосу. Бұл арттағы жүргізушіге жолды көруге кедергі келтіреді. Сол үшін ауа райы жақсы болса, тұман шамын өшіріп қойыңыз. Жетінші әрекет – көлікті колонкада қалдырып дүкенге кету. Ең бірінші кезекте көлігіңізді жанармаймен толтырып, сосын колонкадан тыс жерге апарып қойып, содан кейін ғана барып дүкенге бара беріңіз. Бұл сіздің көлігіңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сегізінші әрекет – кептелісті жол шетімен айналып өту. Жол шеті шаң, құм, тастарға толы, және сіздің бұл әрекетіңіз кептелісті бар болғаны ұзартады. Тоғызыншы әрекет – көрінбейтін жерде озу. Егер арғы жол шеті көрінбей тұрса, онда озбаңыз. Тіпті көрініп тұрған жағдайдың өзінде бірнеше қайтара ойланыңыз. Ал 10-шы әрекетті комментарийға өздеріңіз жаза отырыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттан үнемі хабардар болу үшін әлеуметтік желілердегі ProTachki.kz парақшасына жазылыңыздар.